КПО компаниясы еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік объектілердің тұтастығын қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау саласындағы жоғары стандарттарды толықтай ұстанады. Атап айтқанда, КПО-да қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге және жазатайым оқиғалар мен жарақаттардың алдын алуға бағытталған іс-шаралар мен түрлі науқандар белсенді түрде енгізіліп тұрады. Қазіргі уақытта КПО-да 11 өмірлік маңызы бар ережелер жинағы белсенді қолданылады. Бұл ережелер қатер деңгейі жоғары жұмыстарды орындау кезінде қалай әрекет ету керектігі және неден аулақ болған жөн екендігі туралы қарапайым және нақты нұсқаулар береді. Осы ережелердің бірі ол көлік жүргізу. Жыл сайын әлем бойынша жол көлік оқиғалары 1,3 миллион өлімнің себебі болып табылады. Осы мәселенің маңыздылығын ескере отырып, КПО жол қозғалысының қауіпсіздігіне ерекше көңіл бөледі және жол көлік оқиғаларының болу қатерін азайтуда барлық күшін салады. Жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін көлік жүргізушілеріне қойылатын талаптарды қарастырайық. Денсаулығы бойынша кәсіби жарамдылығы, жұмысқа қабылдау кезінде медициналық тексеру, оның ішінде көру қабілетін тексеру. Сондай-ақ жұмыстың барлық кезеңінде мерзімді медициналық тексеру. Персоналдың құзыреттілігі. Барлық жүргізушілерінде олардың жүргізетін көлік құралдарының нақты түріне жүргізуші куәлігі. Сондай-ақ көліктің белгілі бір түрі бойынша жұмыс тәжірибесінің дәлелі болуы керек. Оқыту. Барлық жүргізушілері қауіпсіз көлік жүргізу бойынша оқудан өтуі, пайдаланылатын маршруттар мен баратын нысандардағы қатер туралы хабардар болуы және қара шығанақ кен орнының негізгі жолдары мен нысандарын білуі керек. Рұқсат. Қажетті рұқсаттарды алғаннан кейін ғана жолға шығуға рұқсат етіледі. Жұмыс алдында жүргізуші міндетті. Ауысым алдындағы медициналық тексеруден өтуге, көлік құралын визуалды тексеруден өткізуге және қандай да бір ақаулар болған жағдайда бұл туралы хабарлауға, күнделікті тексеру парағын толтыруға, QR коды бойынша сәйкес жылдамдық шегі, ауа райы мен жол жағдайлары туралы хабарлайтын жалау статусын тексеруге. Шаршағандық. Сапарларды жоспарлау кезінде жүргізушінің зейін қоюына әсер ететін факторларды ескере отырып, қатерлерді бағалауды жүргізу қажет. Шаршау жүргізушінің зейін қоюына алкогольдік немесе есірткілік мас болу сияқты дерлік деңгейде теріс әсер етеді. Жүргізушінің шаршауы көптеген факторларға байланысты. Тәулік уақыты, ауысым арасындағы демалыстың ұзақтығы мен сапасы, сапар ұзақтығы, демалу үзілістері. Ұзақ сапарлар үшін қосымша жүргізуші жалдауды да қарастырған жөн. Алкогольдік және есірткілік мас болу. Тіпті аз мөлшердегі алкогольдің өзі оқиғаның болу қатерін арттырады. Сондықтан алкогольді және кез келген психоактивті заттарды қолдануға қатаң тыйым салынады. Сонымен қауіпсіз көлік жүргізу үшін нені ескеру маңызды және қандай бақылау шараларын қолдану керек? Көлік құралының техникалық жағдайы. Көлік құралының техникалық жағдайы жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі элементтердің бірі болып табылады. Барлық көлік құралдары дайындаушы зауытының ұсынымдарына және КПО мен бизнес серіктестердің көлік құралдарын тексеру процедурасының талаптарында белгіленген аралықпен және көлемде тұрақты техникалық қызмет көрсетуден өтуі керек. Қыста автомашиналардың жағдайы ерекше маңызды. Жолаушыларды тасымалдайтын барлық көлік құралдарына тікенекті шиналар орнатылуы керек. Қосалқы шинаның түрі, профилі және протектордың үлгісі бірдей болуы керек. Протектордың минималды тереңдігі Қазақстан Республикасының жол қозғалысы ережелерінің талаптарына сәйкес, ал суреті 100% көрінетін болуы керек. Көлік жүргізумен байланысты қауіпті факторларды қарастырайық. Жылдамдық режимі. Қозғалыс жылдамдығы рұқсат етілген болмау керек. Ол жол және ауа райы жағдайларын, сондай-ақ көрінім мен тасымалданатын жүкті ескеретін қауіпсіз болуы керек. Ауа райы, қалың қар жаууы, боран, көктайғақ, нөсер, тұман, екпінді жел және шаңды дауыл жол жабынының жай-күйі мен көрінімге айтарлықтай әсер етеді. Сондықтан адамдардың қауіпсіздігі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін. Қашықтық және бүйірлік аралық. Әрқашан жылдамдыққа, ауа райына және жол жағдайына байланысты қауіпсіз қашықтықты таңдау керек. Сонымен қатар бүйірлік қашықтықты сақтау керек. Жүктер мен бос заттарды тасымалдау. Жүкті немесе багажды көлік құралының белгіленген жүкке арналған орында ғана тасымалдауға болады. Бұл жағдайда жүкті сенімді түрде бекітілген болуы керек. Жолдағы жануарлар. Үй жануарларының жолдағы мінез құлқын болжау мүмкін емес. Қарсы келе жатқан көлік болмаса, түнде алысқа түсетін жарықты фарларды пайдалану қажет. Жануарларды қуып жіберуге тырыса отырып, дыбыстық сигнал беруге болмайды. Оқиғаны қарастырайық. Қар басқан жолда келе жатып, шағын автобус оңға қарай сырғанып,
нәтижесінде тоқтап тұрған көлікпен жанама соқтығысқан. Оқиға себептері: қозғалар алдында шағын автобус жүргізушісі қауіптер мен ықтимал қатерлерді бағаламаған. Қолайсыз ауа райы және жол жағдайлары: тайғақ жол, мұз, тығыздалған қар, ойық, күртік, бос қар, дөңгелекті тістеу қаупі бар тазаланбаған жол жиегі. Келесі оқиғаны қарастырайық. Автобус жүргізушісі алдында келе жатқан жеңіл көлікпен соқтығысқан. Оқиға себебі қауіпсіздік капсуласын алдыңдағы көлікпен қауіпсіз ара қашықтығын сақтамау. Тура кен орнында орын алған тағы бір оқиғаны қарастырайық. КамАЗ Нива жеңіл көлігін арт жағынан соққанда, Нива қарсы жолаққа шығып кетіп, Газель фургонымен соқтығысқан. Бұл оқиғаның себебі пневматикалық тежеу жүйесіне уақытылы қызмет көрсетпеу нәтижесінде техникалық ақаудың пайда болуы. Қыс мезгілінде көлікті жүргізуге қойылатын талаптар: сапарға шықпас бұрын ауа райы болжамын тексеріңіз. Ауа райының ықтимал нашарлауын ескере отырып, сапарыңызға қосымша уақыт бөліңіз. Рұқсат етілген жылдамдықты емес, қауіпсіз жылдамдықты таңдаңыз. Қауіпсіз қашықтық пен бүйірлік аралықты сақтаңыз. Ешқашан асықпаңыз және басқа жол қозғалысына қатысушылардың әрекеттерін әрқашан болжай алатындай көлікті жүргізіңіз. Жылдамдықты кенеттен арттырудан аулақ болыңыз. Жылдамдықты біркелкі азайтыңыз. Төмен жылдамдықпен бұрылыстар жасаңыз. Кенет тежеуді болдырмаңыз. Қараңғыда ұзақ сапарлардан аулақ болыңыз. Егер сіз шаршағаныңызды сезсеңіз, тоқтап демалыңыз. Қар тазалайтын жабдыққа жақындаған кезде аспалы жабдықпен соқтығыспау үшін жол беріңіз. Қыста сапарға шықпас бұрын мыналарды ескеріңіз. Қысқы шиналар мен бір табандардың жағдайы, антифриз және май деңгейі, шыныға арналған қатпайтын сұйықтықтың болуы, жарықтандыру құрылғыларының жұмысы, жылытқыштың жұмысы, бакта жанармайдың жеткілікті мөлшерінің болуы. Келесі ережелерді сақтаңыз. Мен әрдайым қауіпсіздік белдігін тағамын. Мен белгіленген жылдамдық режимін асырмаймын. Жолдың жағдайына қарай жылдамдықты азайтамын. Көлік жүргізу кезінде мен телефон немесе басқа гаджеттерді қолданбаймын. Мен өз жағдайымды үнемі қадағалаймын. Көлік жүргізу кезінде мен әрқашан сергек және жинақтымын. Мен сапарларды басқару талаптарын орындаймын. Есте сақтаңыз: жүргізуші мен жолаушылар бір-бірінің қауіпсіздігіне жауап беріп, барлығының қауіпсіздік белдіктерін тағып жүруін қамтамасыз ету керек. Құрметті әріптестер, осымен көлікті жүргізу бойынша бейнематериал аяқталды. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса немесе түсіндіріп жіберу қажет болса, еңбекті қорғау жөніндегі маманға жолықсаңыз болады. Өмірлік маңызы бар ережелерді есіңізден шығармаңыз. Бұл ережелер сіздің өміріңізді қорғауға, оқыс оқиғалар мен жарақаттарды алдын алуға арналған. Компания мен бизнес серіктестердің әрбір жұмыскері үйіне аман есен оралуы керек. Есіңізде болсын, сізді үйіңізде күтуде.